Сәлем достар. Арт сурет каналына қош келдіңіздер. Бүгін байқағандарыңыздай үкіні суретін гуашь және карандаш арқылы салатын боламыз. Ең алдымен карандашпен үкінің пішінін салып аламыз. Үкінің ішіндегі домалақ, көздері, екінші көзі және де қарашығы. Көзінің қарашығын ақырындап салып аламыз. Сосын кішкентай ғана мұрнын үшбұрышты етіп саламыз. Кейін құлақтар екі түрлі болуы мүмкін, бірақ түзейтін жерлерін дұрыстап алып, қарандаш болғансын дұрыстап алуға болады. Екі қанаты арт жағындағы, екінші қанаты, аяқтары әрине, және де аяқтың астындағы қай жерде отырады, ағаштың үстінде, ағаштың сабын салып жапырақтарымен толықтырамыз. Ол әрине міндетті емес, бірақ олай жасасаңыз, әрине сіздің суретіңіз толыққанды сурет болып шығады. Енді гуашьты алып, суретті бояй бастаймыз. Қоңырлау түспен бояуды шештім. Барлық үкінің тұлғасындағы барлық түстермен бояп шықтық. Ақырындап, асықпай. Видеода әрине уақыт шектеулі болғандықтан оны жылдамдаттық. Сіздерде ол видеоны олай жылдам емес, ақырын отырып асықпай бояуға мүмкіндіктеріңіз бар. Видеода может байқалмай тұрған шығар, бірақ бояудың түсі басқаша көрінеді. Негізі көзбен қарағанда басқаша. Камера әрине басқаша көрсетеді. Бояу әлі сіңбеген, кеппеген. Сондықтан басқаша түс болып көріну мүмкін. Ақырындап көздің айналасын бояп аламыз. Екінші көз кетті. Мұрны қызғылттау түспен бояуды шештім. Және де қанаттар мен құлақтың ұштарын. Сол кезде біздің суретіміз көзге басарлық суреттей болып тұрады. Көзге бірден көрінеді, байқалады. Жарқын, жарық, түрлі түсті, өте ашық сурет болады. Екінші қанатын бояп шығамыз. Кезекте енді аяқтары сары түс көптеу болып кеткен сияқты, суретке сіңбегенсін шамалы. Жинап алдық. Енді көздерінің қарашығы. Қарашықты бояуға қорықпаңыздар. Ақ гуашьпен оны дұрыстап аламыз. Егер қате жерлер болатын болса. Құлағын іші қызыл түсті. Көрдіңіздер ме, қалай суретіміз реңі кіріп, көз басарлық сурет болайын деп жатыр. Енді ағаш. Менде өте қанық түсті қоңыр түс болмағандықтан мен қара түспен ақшыл қоңыр түсті араластырдым. Содан шыққан нәтиже осы түс болып шықты. Бояп аламыз. Бір жерде қателесіп кеттім, бірақ ол мүлдем қатеге саналмайды. Салфеткамен ақырындап жинап алдым. Енді жапырақтарды бояймыз. Жасыл түспен. Егер сізде бос орын көп болса, жапырақтарды көбіректеу салуға болады. Менде шектеулі болғандықтан мен жапырақтарды азырақ салдым. Енді үкіні әсемдеп суретіміз толыққанды болу үшін
осындай сары түсті домалақтарды салуды жөн көрдім. Қазір көк түсті алып, осындай нүктелер қойып шықтым. Енді жасыл түсті аламын да нүктелер қоямын. Өте әдемі болады. Өте әдемі, көзге жарқын түсетін сурет болып шықты. Енді көздің жанарын салып, сурет кепкеннен кейін тек қана ақ гуашьпен осылай әсемдесеңіз болады. Өте бейнелі сурет болып шықты. Жолдастар, егер сіздерге менің суретім ұнаса, каналға тіркеліп, бізбен бірге сурет салуларыңызды ұсынамын. Сау болыңыздар.